Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бал қосылған судың пайдасы мен қарсы көрсетілімдері туралы әңгімелесеміз. Бұл бейнеде сіз бал суының дұрыс дайындалу ережелері және оны қанша мөлшерде ішуге болатынын білесіз. Сондықтан бейнероликті соңына дейін көруіңізді сұраймын. Тағы да айта кеткім келеді, біздің арнамызды жазылусыз көретін көрермендердің саны 83%. Арнаны көріп жүріп, бірақ әлі жазылмаған көрермендерден үлкен өтініш, арнамыздың жұмысына құрметтен қарап, тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Алдын ала рахмет айтамын және жақсы көріп тамашалаңыз. Бал қосылған су бұл тек дәмді сусын ғана емес, сонымен қатар ағзаңыз үшін пайдалы микроэлементтердің нағыз қоймасы. Ол зат алмасуды және барлық ішкі ағзалардың жұмысын қалыпқа келтіреді. Оны дұрыс дайындау ережелерін, сондай-ақ мүмкін қарсы көрсетілімдерді білу маңызды. Өйткені дұрыс қолданылған жағдайда ғана пайдасы тиеді, ал дұрыс емес жағдайда зиян келтіруі мүмкін. Мұндай сусынды үнемі ішу көптеген аурулардан арылуға және өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Бал суының пайдалы қасиеттері. Көп адамдар білмейді. Бал қосылған судың құрамы біздің қан плазмасына өте ұқсас. Оның ішінде дәл сондай органикалық және минералды қосылыстар бар. Сол себепті бал суы ағзаға тез сіңіп, жасушаларға оңай жеткізіледі. Балдың ерекшелігі оның сақтау мерзімі жоқ дерлік. Сондықтан ол қандай түрде қолданылса да пайдалы қасиеттерін ұзақ уақыт сақтайды. Бал суымен араласқанда кластерлік байланыстар түзіледі. Ол сусынның емдік әсерін күшейтеді. Міне, бал қосылған судың басты пайдалы қасиеттері. Иммунитетті күшейтеді және бактериялар мен вирустарға қарсы күреске көмектеседі. Қанды зиянды заттар мен токсиндерден тазартады. Ішектің моторикасын жақсартады және іш қатудан арылуға көмектеседі. Ағзаны жасартады. Жүрек пен қан тамырларының жұмысын қолдайды. Зат алмасуды жылдамдатады. Жүйке жүйесінің жұмысын реттейді. Саңырау құлақ пен паразиттерден қорғайды. Жылы бал суы. Судың температурасы бұл жерде өте маңызды роль атқарады. Жылы бал суының пайдалы қасиеттері салқын судан әлдеқайда жоғары. Ең жақсысы судың бөлме температурасындағы түрін пайдалану. Ал ыстық суды қолдануға болмайды, өйткені 40 градустан жоғары температурада балдағы көптеген пайдалы заттар бұзылып, тіпті канцерогенді заттарға айналып, ағзаға зиян келтіруі мүмкін. Мұндай пайдалы сусынды күн сайын, таңертең және ұйықтар алдында ішу ұсынылады. Ашқарынға ішу. Таңертең ашқарынға бал суын ішу орталық жүйке жүйесін белсендіреді және ағзаны оятады. Бұл сусын асқазанға түскенде ас қорыту процесінің басталғаны туралы сигналдар түзіледі. Сол сигналдар асқазаннан шырыш пен тағам қалдықтарын тазартып, ішектің және басқа да жүйелердің жұмысын белсендіреді. Ашқарынға бал суын ішудің негізгі артықшылықтары. Ішектің қозғалысын, перистальтикасын белсендіреді. Жүйке жүйесінің жұмысын іске қосады. Асқазанды шырыш пен қалдықтардан тазартады. Зат алмасуды тездетеді және салмақ түсіруге ықпал етеді. Ұйықтар алдындағы бал суы. Түн алдында мұндай сусын ішу күндізгідей пайдалы. Міне, оның бірнеше жағымды әсерлері. Жүйке жүйесін тыныштандырады, ұйқыны жақсартады. Күндізгі шаршаудан пайда болған бас ауруын басады. Ағзаның қорғаныс күштерін арттырады және инфекцияларға төзімділікті күшейтеді. Барлық жүйелердің жұмысын қалыпқа келтіреді. Бірден көп мөлшерде бал суын ішуге болмайды, өйткені сізде балға немесе оның құрамына аллергия болуы мүмкін. Бастапқыда аз мөлшерде байқап көріңіз және ағзаның реакциясын қадағалаңыз. Егер ешқандай жағымсыз әсер болмаса, онда бұл емдік сусынды іше беруге болады. Бал суын қалай дайындау керек? Дұрыс әрі пайдалы сусын алу үшін белгілі бір шарттарды сақтау қажет. Ең алдымен табиғи балды таңдаңыз. Суды бөтелкеленген немесе сүзгіден өткен түрін пайдаланыңыз. Қайнатылған немесе кран суын қолдануға болмайды. Су жылы, бірақ ыстық болмауы керек. Балдың мөлшері шамамен 30% болуы тиіс. Осы ережелерді сақтасаңыз, сіз ерекше әрі ағзаға пайдалы сусын аласыз.
Оның рецепті өте қарапайым. Бір стакан суға 1 шай қасық бал қосыңыз. Мұны әр түрлі тәсілдермен түрлендіріп, қосымша әсер алуға болады. Мысалы, вирусқа қарсы әсер үшін сусынға аздап имбир немесе лимон қосыңыз. Ал зат алмасуды жылдамдату және арықтау үшін жарты шай қасық даршын мен лимон шырнын қосыңыз. Ал сергітетін, бойды ашатын және сергек ұстайтын әсер алу үшін сусынға жалбыз немесе қажарақат жапырақтарын қосыңыз. Бал суын ішу ережелері. Барлық қажетті дәрумендер, макро және микроэлементтер жақсы сіңуі үшін бұл сусынды ағзамыздың биологиялық сағатына сәйкес ішу керек. Яғни, алғашқы стакан бал суын таңертеңгі сағат 7-ден бұрын ішкен жөн. Тағы бір маңызды ерекшелік, бал суын алдын ала дайындамаңыз. Оны тек ішу алдында ғана жасаған дұрыс. 1 стакан суды 1 сағат бойы аз-аздап ішпей, бірден ішіп қоюы қажет. Ұйықтар алдында бұл сусынды ішуді ұйқыдан 1 сағат бұрын жасаңыз. Тамақтанудың алдында ішуді әдетке айналдырыңыз. Қанша мөлшерде бал суын ішуге болады? Ағзаны тазарту және қалпына келтіру бұл бір күндік процесс емес. 1 немесе 2 стакан ішкеннен кейін-ақ нәтиже көрінбейді, өйткені әсер бірден болмайды. Бал суын тұрақты түрде ішу қажет, сонда ғана алғашқы өзгерістерді байқайсыз. Бұл сіздің пайдалы әдетіңізге айналуы керек, емдеу курсы ретінде емес. Мұндай сусын тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар өте дәмді. Сондықтан оны ұзақ уақыт бойы ішу қиындық тудырмайды. 1 айдан аз уақыттың ішінде үнемі қолданған жағдайда денсаулығыңыз жақсарып, жеңілдік пен салмақ азаюын сезінесіз. Бауыр үшін пайдасы. Бал қосылған су қанды токсиндер мен зиянды қалдықтардан тазартып, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Себебі бауыр күн сайын ағзаны тазарту процесін орындайды. Сонымен қатар сусындағы пайдалы дәрумендер мен минералдар, дәрі-дәрмек, алкоголь немесе зиянды тағамнан кейін бауырдың қалпына келуіне көмектеседі. Ішекті тазарту үшін. Таңертең ашқарынға бал суын ішу асқазан ішек жолдарының жұмысын іске қосады. Бұл кезде асқазан шырыш пен тағам қалдықтарынан тазарады, ал ішек жиырылып, өз перистальтикасын белсендіреді. Бұл ішектің тұрақты босауына және іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Ауыз қуысын тазарту үшін. Сусынды аздап аузыңызда ұстап тұру арқылы ауыз қуысының микрофлорасын жақсартуға болады. Паразиттерге қарсы. Бал суы гельминттер үшін қолайсыз орта. Сондықтан оны жиі ішек паразиттеріне қарсы табиғи құрал ретінде қолданады. Сусынға аздап даршын қосып, таңертең тамақтан бұрын ішіңіз. Паразиттер өліп, нәжіспен бірге ағзадан шығарылады. Толық тазарту үшін мұндай емдеу курсын 2 немесе 3 апта бойы үзбей жүргізу қажет. Көзге арналған бал суы. Кейбір жағдайларда бұл сусын көз ауруларымен күресуге көмектеседі. Оны көбінесе конъюнктивит немесе блефорит кезінде қолданады. Балдың қабынуға қарсы әсері бар және жергілікті иммунитетті күшейтеді. Табиғи балды аздап жылы сумен араластырып, пипеткамен көзге тамызу жеткілікті. Осы әдісті көз ішіндегі қысым жоғарылаған кезде, глаукома кезінде де қолдануға болады. Бірақ мұндай емдеуді бастамас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңескен жөн. Созылмалы тұмау кезінде. Мұрын мен қойнауларда инфекция пайда болған жағдайда бал суы белгілерді жеңілдетіп, тыныс алуды жақсартады. Кәдімгі рецептке аздап лимон және имбирь қосу керек. Дайын болған сусынды ұйықтар алдында ішіңіз. Мұндай құрам қабынуға қарсы және микробтарға қарсы әсер береді. Сондай-ақ мұрынның бітелуін және ісінуді жояды. Қуықтың қабынуы кезінде. Цистит кезінде дәрігерлер көп сұйықтық ішуге кеңес береді. Бірақ жай судың орнына оған 1 шай қасық бал және 2 шай қасық даршын қосылған суды ішу пайдалырақ. Мұндай сусын микробтарға қарсы әсер етеді және қуықтағы бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Оны күніне бірнеше рет 1 апта бойы ішу керек. Тері ауруларында. Бал суын сыртқа да ішке де қолдануға болады.
Сыртқа қолдану үшін сусынды мақта дискіге сіңіріп, бетке біркелкі жағыңыз. Таңертең әдеттегідей жуынып тастаңыз. Түн ішінде бал суы қабынуға қарсы және жазылу әсерін береді. Ол қызаруды, ісінуді жояды және экзема кезінде де пайдалы. Ал іштей қолдану ағзаны тазартып, тері жағдайын жақсартады. Құрғақ жөтел кезінде. Бұл жағдайда бал суы белгілерді жеңілдетуге көмектеседі. Ол қақырықты сұйылтып, шығуына ықпал етеді. Осылайша тұрақты жөтелден арылуға мүмкіндік береді. Әдеттегі сусынға аздап имбир мен даршын қосуға болады және оны жылы күйде жүйелі түрде ішу ұсынылады. Жағдай жақсарғанға дейін. Жүрек ауруларында бал қосылған суды үнемі ішу жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын қолдайды. Сусынға аздап даршын қосуға болады. Мұндай қоспа прақты қолданылған жағдайда инфаркт пен өмірге қауіпті басқа да аурулардың алдын алуға көмектеседі. Асқазанның қабынуында. Аурудың өршу кезеңінен тыс уақытта жылы бал суын ішуге болады. Бұл сусын асқазанның шырышты қабығын қалпына келтіруге, жаралардың жазылуына және ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Мұндай емдік суды күніне бірнеше рет тамақтан бұрын ішу қажет. Қарсы көрсетілімдер. Бал суын үнемі ішуге барлығына бірдей болмайды. Кейбір аурулар мен жас ерекшеліктеріне байланысты бұл сусынды шектеу керек. Міне, негізгі қарсы көрсеткіштер. Асқазан ішек жолдарының ауруларының асқынуы. Қант диабетінің ауыр немесе бақылауға келмейтін түрі. Балға аллергиялық реакция. Ұйқы безінің қабынуы. Маңыздысы, бал суы толыққанды тамақтың орнын алмастырмайды. Ол тек қосымша емдік құрал ретінде қарастырылады. Оны таңғы ас, түскі немесе кешкі ас орнына ішуге болмайды. Өйткені бұл сіздің жағдайыңызды нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар, егер сізде ұйқы безінің аурулары немесе қант диабетінің ауыр түрі болса, бұл сусынды өте абайлап қабылдаған жөн. Себебі балдың құрамында көп мөлшерде фруктоза бар. Ол қандағы қант деңгейін арттырады. Бал суын ыстық суға ешқашан қоспау керек. Өйткені бұл канцерогенді заттардың түзілуіне әкеледі және ағзаға зиян тигізеді. Су бөлме температурасында болуы қажет. Бұл сусынды күніне 2 рет тұрақты түрде қабылдау сізді сергек әрі сау етеді. Бал суы ағзаға жақсы сіңіп, пайдалы заттармен қанықтырады. Осының арқасында ағза инфекцияларға төзімді болып, иммунитет артады. Ұйықтар алдында ішу жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйықтауды және ұйқы сапасын жақсартады. Егер үй жағдайында осындай сусынды қабылдауға болатын болмайтынына күмәндансаңыз, міндетті түрде өз дәрігеріңізбен кеңесіңіз және оның нұсқауларын орындаңыз. Осылайша бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Лайк басып, бейнені жақындарыңызбен бөліссеңіз, қуанышты боламыз. Сау болыңыздар және дендеріңізге саулық тілейміз.